Hamide ana, Selime akbelerimiz tasarlayın. İbrahim ana, İbrahim ana. Külgünleri karşılansınlar. Çekişe, al çekişe. Külgünleri karşılansınlar. Evlet bilemenleri yaşatamayın. Hanımlarınız kutlu olsun. Gelinizler. Assalamu alaikum. Hoş geldinizler. Hoş geldinizler. Жақсылар бүгін өтіреміз үшінде аға. Оқушылы апалар ортаға отырмыз. Әдем, қас суретке түсеміз, видеоға түсеміз, сонда әдемі көріп беріп тұрсын. Ал, ең жақсылар, жақсы жайсаңдар. Әулетіміздің құт берекесі, қазынасы, базынасы, атасы мен анасы бүгінгі тойымыздың төріне келген екен. Ду емес, шу бол шапалақтап бір қошемет көрсетіңіздер шығар екен. Ай, бәрекелді. Теспеңіздер, апама теспеңіздер. Апамдар той ашайын деп тұр. Ай, бәрекелді. Қазақ атам 7 жасар бала отқанда 70-тегі қартана Құран оқымасын деген қағида қалдырды бізге. Неге? Қасиетті Құранда Алла тағаланың сөзі бар. Ұлдың жолы ұлы жол деген. Сондықтан жасымыз кіші болса да жолы үлкен ағаларымыз тойды бастасындар екен. Саламатсыздар, тойға жиналған туыстар, бауырлар, ағайындар, Бақытжан менен Бағланның спорт жөніндегі жолдастары, жаттықтырушылары, құрдастары. Құда қаласа, бүгін мынау Бағлан мен келіннің тойына келіп отырмыз. Барлығыңызға осы той жақсы бола берсін. Сонда да болса кішкене алдарыңызда шамал тұрмақтанғым келіп тұр. Енді мынау Бағлан мен Бақытжанның жолдастарының несіне құлағына алтын сырға, егерде сәл кішкене қателесіп кететін болсам, Төребектер әулетінің спорттағы жетістіктерін түгелдеп айтпай-ақ қояйын. Жалпы Төребектер әулетінің жанұясы біздің осы Қазақстанымызға еңбегі сіңген күрес, самбо, еркін күрестен, қазақша күрестен былайша айтқанда даярлап кандидаттар даярлап беретін фабрика есебінде болып тұр. Соның бір осы алдарыңызда отырған, алдарыңыздағы келін менен Бағланмен ерекше мақтануыма тура келеді. Себебі Индонезия мемлекетіндегі Жакарта қаласында өткен күрестен елімізге, қаты болса кешіріңіздер, елімізге бірінші рет Қазақстанға көк туын желбіретіп алтын медал салған жігіт. Одан кейін тағы да айтқым келеді, мақтанғым келеді. Бақытжан менен қазір енді жаттықтырушы, оның да жетістіктері жетеді, Құдайға шүкір. Облыстық Қазақстанның несіндегі халықаралық жарыстарда алған жүлделері көп. 2 алтын, 3 күміс, қолалары бар. Бағланда да жетерлік, Бағланда да соншалықты жүлделері бар. Енді тағы да бір мақтанғым келетін нәрсе, осы әулеттен шыққан жеткіншектер бар, кішкентайынан келе жатқандар. Осы балдардың ішінде. Мысалға айтатын болсам, Әмірханұлы Мейіржан, облыстық, аудандық, облыстық, Қазақстан жарыстарының күресіне қатысып жүрген жігітіміз. Келешекте ода даяр чемпиондыққа кандидат жігіттер.
мырзамның баласы бар Аслан дейтін, о да жүлде алып жүрген жігіт. Бірақ жас әлі өседі. Құлмақан ініміздің баласы бар Жаслан. Сосын ең кішкентайымыз Жұлдыздың баласы бар, Дінмұхаммед дейтін. Осының барлығының қолында жүлделері бар. Қазақстанға еңбек сіңірген атақты жігіттер болады деп ойлаймын. Ал Жәмила жеңгей, Ибрагим Ғазаткелін, мына той жалпы сіздердікі болған бүкіл Төребектер әулетінің тойы, жалпы жетімдердің тойы жүзінде болады, құбалардың тойларын құтты болсын. Осы отырғандардың бір осындай тойларға жете берсін, Құда қаласа. Жақсылап өткөріңіздер, шүбіреңіздер. Тағы не айтамын? Тойымыз ашық. Қол соққан 3 адамға рахмет. Бәрекелді. Маған емес, бұл қошеметіміз әулеттің үлкені ақсақалымызға. Ал енді ағалар, ақ тілек жалғайық қанекей.